Қыздар, ашып кеткен айрандарыңызды тастамай, осындай дәмді, пышны, әдемі бауырсақтарды жасап тастаңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып аламыз, оған соданы араластырып аламыз. Ол осылай көтеріледі. Сосын үстінен тұзды, қантты, майымызды ерітілген бәрін салып араластырамыз да, үстінен ұнды аз-аздан салып жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды 20 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз, демалдыру үшін. Сосын қамырды аламыз да, осылай үстінен майды шашып, немесе қолымызды майлап алып, қамырды қолмен ақ жая беруге болады. Осылай оқтаудың көмегінсіз қолмен ғана жайып тастауға болады, және осылай кесіп аламыз. Бетін жауып, 1-5 минутқа қалдырамыз, май қызғанша. Осылай бауырсақтарымызды пісіре береміз. Өте дәмді, пышны, әдемі бауырсақтарымыз шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.